шахмат бастаушының басты қателігі. Ол қысқа жол іздейді. Ресми түрде сіздерге баяндаймын. Қысқа жол жоқ. Бірақ мен шахмат бастаушының бір күнін сіздерге көрсетіп берейін. Сонымен E4 оған айтады, орталық туралы айтады. Орталық және тағы орталық болды. Сарбазды орталыққа қойдым дейді. E5 одан кейін айтады оған уәзір деген ауыр фигура, соған байланысты ауыр фигураны міндетті түрде шығар керек деп айтады. Уәзір H5 деп жүреді. Оған қарама қарсы тура сондай бастаушы шахматшы. Ол деген патшаны E7-ге апарады, содан кейін уәзір E5 мат. О, керемет! Мен деген оп-оңай ғой. Осақ па? Осы ма шахматтарың? Бәй, кеше ғана үйреніп, бүгін бәрін ұтып жатырмын ғой дейді. Содан кейін келесі уәзір H5, келесі енді оның қарсыласы патша E7 деп ойнады. Енді бұдан кейін басқа жолын көреді. G6 деп жүреді. Уәзір E5 шах. Маған қос соққы туралы айтты ғой, патшаға шабуыл жасадым, және мына тураға шабуыл жасадым дейді. Мысалы, былай жүреді, піл, уәзір H8, о, тамаша, көріңдер ме, мен қандай мықтымын, кереметпін деп бастайды. Содан кейін, күндердің күндерінде, ал уәзірмен жүргеннен кейін, енді патша E7-ні көрді, G6-ны көрді, енді мысалы, ат C6 деп жүреді. Енді былай қорғап көрейікші деп мынаны. Ол деген піл C4 деп жүреді. Қарсыласы ат F6, уәзір F7 мат. Мәні балам ат деген мынандай болады. Көріңдер ме, мен қандай мықтымын деп, соны әдемілеп тұрып айтады. Содан кейін келесі жағдай, оның қарсыластары бір күндердің түсінеді. G6 деп жүрейік деп. Уәзір F3 деп жүреді. Содан кейін піл C5, содан кейін қайттан уәзір F7 мат. Тамаша, мен деген кереметтім. Болды, бәрін қырам. Мен бүгіннен бастап шахматтың шеберімін деп қояды ғой. Содан кейін, күндердің күнде былай жүреді, қарсылас деген ат C6 деп жүреді. Піл C4, қарсылас деген G6 деп жүреді. Уәзір F3 және қарсылас деген ат F6 деп жүреді. Соның уәзір B3 деп жүреді. Мен батарея туралы маған бір нәрсе айтқан. Батарея дегеніміз бір фигура алдында, уәзір артында, мен қомағайлар қатарына кірем деп ойлайды. Сонда қарсылас деген ат D4 деп жүреді. Анау деген піл F7 шах дейді. Мен саған шах. Патша E7 және уәзір C4 деп жүреді. Екеуінің арасындағы байланыс тұр дейді. Соң B5 деп жүреді. B5. Уәзір C3, соң кейін былай патша F7. Ойбай, пілімнен айырылып қалдым ғой. Пілімнен айырылып қалдым ғой деп. Енді мына сарбазды қорғайын дейді. Мына сарбазды қорғайын, D3 деп жүрейін дейді. Соң қарсылас деген піл B4 деп жүреді. Піл B4, уәзір B4. Уәзір B4 деп алады. Болды. Пілімді қайтарып алдым. Тамаша, керемет деп адады. Және уәзір ат C2 шах былай шабуыл жасайды, және былай шабуыл жасайды. Патша D1 және ат B4. Осы кезде бастаушы шахматты бастаушы бірінші рет миына кіреді. Мына ойын деген қиын екен деп. Ресми түрде айтам, қысқа жол жоқ. Шеберліктің қысқа жолы жоқ.